Саламатсыздарма, менің есімім Muhammed Elibos. Мен Түркияның Düzce қаласынан келдім. Düzce қаласының Кушкуш деген ауылында туып өстім. Ауылдың баласымын. Кішкентай балалық кезімнен Түркияның музыкаларын тыңдап, олардың салт дәстүрін көріп өстім. Және отбасым ауыл шаруашылығымен бірге айналысқан. Сол себептен ауылдың жұмысымен, ауылдың тіршілігімен өмір сүрдім. Сосын мектепке барған кезде, университетке келгенде, енді демалыс күндерінде қайтадан Түркияға оралам. Сосын Түркияда тағы да ауылдың жұмыстарымен бірге жұмыс істеймін. Осы Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи халықаралық түрік-қазақ университетінде түркітану мамандығы бойынша 2-ші курс студентімін. Және өзім қазақ, ата-бабаларым Қазақстаннан Түркияға көшіп кеткен. Сол үшін осы сағынышмен, осы арманмен Қазақстанға келіп оқып жатырмын. Мен алғашқы домбыра аспабымен бірге басталдым. Себебі біздің отбасым Түркияға көшіп кеткеннен кейін қазақ тілінде, қазақтың салт дәстүрінде, қазақтың музыкасын, аспабын ұмытып кеткен. Сол үшін бір ұлтты тану және таныту аспабмен, елмен оңай деп бірінші домбырамен бірге бастадым. Осыны домбыраны үйреніп, сосын Түркияда болған достарыма, жан-жағымда болған басы адамдарды танысайын деп ой болды. Бірақ 1-2 жылдан кейін қарасам, Түркияда домбыра білетін адам көп. Түріктер домбырада ойнайды, домбырамен ән айтады. Сол үшін 2-ші аспабым Хомспен бірге бастадым. – 2014 жылы Тұран Этнофолк деген қазіргі уақытта түркі әлемінің амбассадоры деп аталған топты көрдім. Олардың әндерін тыңдадым. Қазақша, түркше, басқа түркітардың тілдерімен айтқан әндерін тыңдадым. Сосын домбырадан кейін шаңқобызмен бастадым. Шаңқобызды үйрендім. Негізі шаңқобызды үйрену мен үшін қиын болды. Себебі қазақ тілінде немесе түрік тілінде үйрететін бір ағай апай жоқ. Сол себептен барлығы Ресейде болған, Саха ұлтында болған ұстаздар көрсетеді оларға орыс тілінде. Сол үшін маған қиын болды. Мен күнде автобуста болсын, үйде болсын, құлаққапмен бірге осының әндерін тыңдадым, видеоларын көрдім, сосын осыны үйрендім. Әлі үйреніп жатырмын. Сосын Тұран Этнофолк ансамблінде болған әндерді шаңқобызмен, домбырамен және барабанмен бірге ойнауды бастадым. Осы Қазақстанға 2023 жылында келдім. Алғашқы дайындық факультетінде сахнаға шықтым. Және өнерімді көрсеттім. Одан кейін бірінші курста осы біздің университетте үлкен оркестрге қатысып, солардың мүшесі болып, үлкен сахнаға шығып өнер көрсеттім. Одан бөлек енді онлайн форматта сабақтар берем. Шаңқобыз бойынша Алматы қаласында Саха ұлтының мейрамы болған, Сах деп айтылған мейрамға қатысып, олардың мейрамын тойлап, сосын сол жерде болған профессионалды шаңқобыз ойнаған кісілермен бірге таныстым. Олардан кішкене 1-2 күн сабақ алып, сосын өнерімді көрсетіп, оларға өзімді таныттым. Енді Саха елінде, Түркияда, Қазақстанда, Қырғызстанда, көптеген түркі әлемінде танитын көп адам бар деп ойлаймын. Енді осы университетте бірнеше студенттерім бар десем де болады, оларға шаңқобызды үйретем. Енді болашақтағы арманым осы Тұран тобы сияқты, немесе Саха елінде болған маған үлгі болған кісілер сияқты, мысалы Юлияна Кривошапкина, Айсен Жон, сосын әсіресе осы Қазақстанда Тұран тобының ішінде Жантуда Дабаев деген кісілер себебі олардың ұшуы маған ең үлкен үлгілер десем де болады. Солармен бірге жеке бір концерт беру деген бір арман бар менде.